Болған оқиға. Бұл автобусқа күніне 1000 адам мініп, 1000 адам түседі. Таң рауандап атқанда Бектаспен бірге автобусқа отырғаннан кешке дейін түспейтін бір ғана жан, кондуктор қыз Самал. Оның ағалап тұратын ашық мінезі күннен күнге Бектастың жанына майдай жағып барады. Сезім оты алаулап тұрмағанымен, өзінен 13 жас кіші осы қызға бүйрегі бұрып тұратын. Өткен жолы жолаушылардың бірі Самалдың көңіліне келетін сөз айтып, жылатып қойғанда, Бектас жүргізіп келе жатқан автобусын тоқтата қойып, әлгінің жағасына жармаспап еді. Сонда бұл сезім бе, әлде жай әкесіз өсіп, ауылдан келген қорғансыз қызға жаны ашығаны ма? Бектас өз ішінде не боп жатқанын түсінер емес. Бір білері 6 айдан бері кездесуге шақырып, келісімін ала алмай жүрген осы қызға деген ынтығы артып бара жатқандай. Ал кәрі шешесі тұратын үйден үйлен деген хабар келуі де үдей түсті. Жұмыс уақыты аяқталып, қас қарайған шақта кетуге ыңғайланған қызға Бектас: «Самал, бір жерге барып шай ішіп келсек қайтеді?» деді. Деп әдеттегі жауабын айтуға оқталған қызды Бектас тоқтатып тастады. «Тағы да 13 жас үлкенсіз деп айтпақсың ба? Менің ешқандай арам ойым жоқ, сенші?» деп сұраулы жүзбен қарады. Самал сылқ түсіп отыра кетті. Ішкі ойымен арпалысып жатыр. Тұрмысқа шықпай қаламын деген қорқынышын жеңбесе болмайды. Ағалық ақылын айтып, дайым түзу жолға бағыт беріп, әкесінен көрмеген қамқорлықты сезіндірген осы адам емес пе еді? Қасы көзі қиылған, өнді қыз түрлі сылтау тауып, жанына жуыған жігіттен тез құтылғысы тұратын. Ер адамның барлығы жек көрінішті деген ойынан да арылып келе жатқаны осы Бектастың арқасы. Не болса да бұл кісіге бар шынымды айтайын, соңғы сөзді өзі айтар деп ойлады. «Көндірдіңіз аға, мен үйге барып киімімді ауыстырып шығайын». Темір есік ашылып, жарық түскен кезде әр жағынан шығып келе жатқан Самалды бұл танымай қалды. Бағанағы қалың джинсы шалбары жоқ. Мүсінін айқындап тұратын ұзын қара көйлек киіпті. Аяғында жылтыраған биік өкшелі қара туфли. Көзіне білінер білінбес бояу жаққан екен. Бектас сонда да байқап қойды. Күндегіден ажарлана түскен бе, қалай өзі? Екеуі бір кафеге келді. Бектас «Не жегің келеді?» деп түрлі тамаққа тапсырыс беріп, қыздың аст үстіне түсіп жатыр. Самалға қарсы алдында отырған күндегі автобус жүргізетін Бектас ағасы емес, басқа кісі секілді көрінді. «Ал Самалжан, не айтатынымды өзің де түсініп отырсың. Тағдырымды өзіңмен байланыстырғым келеді. Бір-бірімізді танып, біліп қалдық қой. Сіз мен туралы көп нәрсе білмейсіз аға. Менің бақытты балалығым 10 жылға созылған екен. Одан кейін әкем 3 қызын анама тастап кетіп қалды. Алимент те төлемеді. Байлығына қызыққан әйелдер басын айналдырып, бізден айырып тынды. Анамызбен жылуы жоқ пәтерді жалдап тұрдық. Қыстың суығында не көмір, не нан алатын ақша жоқ. Тозақ өмір басталды. Анам күйзеліске түсіп, қайта ауырып жатып қалатын болды. Бізді нағашыларымыздың ауылына апарып, аяққа тұрған соң алып кетемін деп, қайтадан қалаға кетті. Ол жақта да жағдайымыз мәз болмады. Ешкім бізге бала ғой деп аузымызға тәтті тоспады. Нағашы ағаларым 4-еуі бірдей ұзынынан түсіп жататында, бар тірлікті кішкентай қыздың мойнына артып қоятын. Сіңілім екеуміз кезектесіп қой бақтық, қора тазаладық. Кіші сіңілім бақшаға қарайтын. Су тасу, отын жару бәрі біздің мойнымызда еді. 5-ші сынып бітірген жылы жотада қой бағып отырсам, бір жігіт келіп, дыбысымды шығарсан өлтіріп кетемін деп аузымды басып алды. Қатты қорыққаннан көзімді жұмып алдым. Ар қарай не болғанын білмеймін. Бір апта бойы қатты ауырып, дұрыс отыра алмай жүрдім. Үйдегілерге ештеңе білдірмеуге тырыстым. Олар да біздің жағдайымызға аса бас қатырмайтын, шөп тасулы, қора тазалаулы болса болды.
Одан кейін қой бағуға да қатты қорқып қалдым. Анамызды көрмегелі 1 жылға жуықтады. Бір күні анам қаладан келді. Көзі шүңірейіп, өңі қашып кеткен. Қарасу, қатқан нан жесек те, сізбен бірге тұрғымыз келеді. Алып кетіңізші деп, ебіл-дебіл жыладық. Бір-біріне ұқсайтын суықта қараңғы пәтерден пәтерге 20-30 рет көштік. Анам рак ауруына шалдыққанын сонда білдік. Кейін ота жасатып, оған Алланың шипасы тиіп, дертті жеңді. Міне, сіз мен туралы шындықты естіп отырған алғашқы адамсыз. Енді сөзіңізді қайтып аламын десеңіз де ренжімеймін. Бектас тіл қатпастан Самалды үйіне шығарып салды. Ертесіне түк болмағандай жүре берді. Ақыры бір шешімге келіп, Самалға үйленгісі келетінін айтып, келісімімен алып қашты. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды. 2-3 ай өткеннен кейін Самалдың сіңілісі Жамал, оның артынан кіші сіңілісі Ұлдана тұрмысқа шығып, бір үйдің 3 қызы 1 жылда келінге айналып шыға келді. 2 әпкесі тұрмысқа кеткенде, анасы ақ батасын беріп, ризашылығымен жіберген еді. Ал кіші қызы Ұлдана небары 17 жасында бізге айтпай, қашып кетті деп анасы Мақпал 2 қызын алып қуғыншы боп барды. Қызымызды алып кетеміз дегенде, болашақ құдалары оларды итеріп, апыр-топыр төбелес басталып кетті. Мақпал Ұлдананы жұлқылап, көлікке отырғызып жатқанда, үйінен жігіттің әпкесі шығып, сендердің абыройынан айырылған қыздарың бізге көк тиынға да керек емес. Інім жақсы көремін деп алып келген соң қабылдап отырмыз. Қайта бізге рахмет айтыңдар дегенде, Мақпал есеңгіреп отырып қалды. Қорқынышым алдымнан шыққаны қалай деп таң қалды. Көлікті айдап келген қызуқанды нағашы ағасы Ұлданаға қарап, ол айуан кім деді. Айтсан өлтіремін деген айта алмаймын деп Ұлдана жыламсырады. Өтінемін, бізді айырмаңыздаршы, бір-бірімізді жақсы көреміз. Кім деймін саған деп, Аюша ақырғанда жігіттің туыстары ағасының ашуынан қорқайын деді. Ришат, көшенің басындағы ма? Иә. Ұлдана қалсын, басқаларын көлікке отырыңдар деді де ағасы көлікті ұшырып жіберердей айдап, Ришаттың үйіне төтесінен кіріп барды. Мақпал 2 қызымен үрейі ұшып, көлік ішінде терезеден қарап отырды. Бір кезде аула сыртына еңгезерде жігітті сүйреп шықты да, аман қалғаныңа шүкір де, енді көзіме көрінсең, өз қолымен бауыздаймын деді. Алып денелі біреу бір уыс боп бүрісіп, алды-артына қарамай қаңғалақтап зытып барады. Ришат сол кеткеннен мол кетіп, оны көрген тірі жан болмады. Самал енді қай күні менің сырым ашылып, көрпем шашылып қалар екен деп дегбірі қашты. Күйеуімнің туыстары бәрібір бір күні біледі, өзім айтсам бекен деп ойлай беретін. Осындай беймаза кезеңде Самал бірінен соң бірін 2 ұл босанды. Сіңлілері де бір-бір үйдің түтінін түтетіп, қатарынан ұл таба берді. Самал 2-ші баласын өмірге әкеліп, босанып келгеннен кейін не өзі күтіне алмай, не ауру енесіне қарай алмай дел сал күйге түсті. Сөйтіп жүргенде төсек тартып жатқан енесі мәңгілік сапарына аттанып кетті. Қайын бикелері Бектасқа, қатының шешемізді дұрыс қарамады, әйтпесе өлмейтін еді деп отқа май құйды. Ызаға булыққан Бектас, ешқашан бетіңе баспаймын деген уәдесін ұмытып, бәрінің көзінше Самалды жер-жебіріне жетіп, аузына келгенін айтып балағаттап, қырқынан шықпаған баласымен бірге үйіне апарып тастады. Жағдайды естіген 2 сіңілісі де әпкесінің халын білмекке төркініне келді. Шешесі өз алдына зар илеп, сендер неге осындай байға тап болдыңдар? Маған ақша жіберіп көмектесудің орнына шықпа жаным шықпа деп отырған адамға одан сайын салмақ саласыңдар. Шеуін де жарымаған жерге барып, бір шекелерін шылқымады. Мама, сен біраз уақыт қыздарыңмен сырласып, не күй кешіп жүргенімізді сұрасан, бұлай айтпайтын едің.
Бектас мені үйге әкеліп тастарда не дегенін білесің бе? Енді жүргіш боп кетесің. Балаларыма қандай тәрбие бересің? Оларды сенен тартып аламын деді. Бірақ мен ондай емеспін ғой, мама. Ұлдарым өскен кезде маған осылай айтса не істеймін? Олар мені жаман деп ойласа ше? Саған неге олай айтады деп үшеуі көзі бақырайып кетті. Ағамыз ұлдананы қорлаған оңбағанның сазайын тартқызды. Жалғыз ол емес, келесі көшеде тұратын Бақытжан қой бағып жүргенде тура солай менің абыройымды төгіп кеткен еді. Бектас мұны бетіме баспаймын десе де, барлығының көзінше айтты. Енді сендер де білесіңдер. Бақытжанды Құдайдың өзі жазалады. 2 әйелінен де ажырасып түрмеге отырды. Мұны естіп отырған сіңілісі Жамал да бақырып жылап жіберді. Неге үшеумізге бірдей тағдыр жазалады екен? Мен мұндай қасіретті 2 рет басымнан өткіздім. Бірінші рет сендер секілді қой бағып жүргенде маған да шабуылдаған. Екінші рет 9-шы сынып оқып жүргенде жазда даяшы болып жұмыс істеп едім. Бар ойым анамның бір жағына шығысып, мектепке барарда киімімді өзім сатып алуға ақша жинасам деп едім. Одан да арымды күзетіп үйде отырғанымда ғой. Маған неге айтпадың? Деді Самал жұлып алғандай. Сен қалада жұмыс істеп жүрдің, айта алмадым. Құрбым араласып көр деп бір жігітпен таныстырып еді, сол даяшы болып істеген жерге әлгі таныс жігіт келді. Сені үйіңе апарып тастайын деген соң көлігіне отырдым. Ойымда ештеңе жоқ. Неге басқа жаққа бұрылып бара жатсың дегенде, ағама бірдеңе апарып беремін деді. Сонымен айдалаға апарып, шыңғырып, ұрып, тістеп, қарсыласқаныма қарамай арам ойын жүзеге асырды да, керексіз қоқыс секілді базардың жанына әкеліп түсіріп кетті. Өмірге келгеніме өкіндім. Ішім ауырып, бүрісіп, үйге әрең жеттім. Мамам түнгі кезекте жұмыста еді. Қорыққаннан жыртылған, қан болған киімдерімді лақтырып тастадым. Содан бері менің қызым болса, оған да осылай істесе қайтемін деп үнемі үрейленіп жүремін. Не дедің деп бірге айтып қалғанда үшеуі таңданып, бір-біріне қарады да, менің де қорқынышым осы деп жамырай айтысты. Бұл қорқыныш сендерге менен дарыған, осыны енді ұғып отырмын деп анасы Мақпал көзінің жасын сығып тастады. Кезінде мені де 17 жасында сүйген жігітім төсекке жығып, алдап тастап кеткен еді. Содан кейін мұндай сұмдықты менің қыздарым көрмес екен деген үрей санама маза бермейтін. Көп ойлаған нәрсем алдымнан шығып отырғанын көрмейсің бе? Менің қателігім сендерге сабақ болсын. Мұндай жаман ойдан арылыңдар. Сендердің жазықтарың жоқ. Қылығы тәтті қыз, бала сүюге үшеуінде лайықсыңдар. Ал енді балаларын, сендер көрген Құқайды көріп, әкесіз болсын демесендер, бұл үйге енді тек қонаққа келіңдер деді. Я, мама, саған ақша беріп көмектесе алмасақ та, күйеуіміз шалқыған бай болмаса да, бізді осы күйімізде әйелдікке алып қабылдағанына шүкір етеміз деді Жамал. 3-4 күн өткеннен кейін Самал да күйеуімен қайта татуласып үйіне оралды. Шешесінің сөзі ойынан шықпай қойды. Біздің ұрыс керісіміздің құрбаны болып, балаларым әкесіз сұрқай өмір кешпесін, не болса да шыдаймын деп шешті. Бұрын тек ақыл айтып, қамқор болып, әкесінен көрмеген мейірімді беруі тиіс адам ретінде қараған күйеуіне енді махаббатпен қарай бастады. Түрлі психологқа барып, ішкі әлеміне үңіліп, өзін іздеді. Бектас екеуінің сезімі тереңдеп, бұрынғы қорқынышынан арылып, өмірге қыз бала әкелді.